Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің түскі асқа өзімізге лайықты аздау етіп бешбармақ істейін деп жатырмын. Мінекей бір қайнаған суын мен төгіп тастайтын боламын. Сіздер де солай істейсіздер ме? Көріп тұрғандарыңыздай суымның уже реңі қоңырланып шықты. Көпіршіктері де кішігірім шығып жатыр. Етім бір қайнағаннан кейін сүзіп аламын да суын төгіп тастап жаңадан суға қайтадан етімді салып қайнататын боламын. Менің екінші құйған суым уже қайнап алды. Сол себепті ашыған картошка мен сәбізімді салатын боламын. Жалпы маған картошка сәбіз салып жеген өзіме ұнайды. Сол себепті саламын. Кішкентай балаларым да жейді. Ал мінекей көріп тұрғандарыңыздай кішігірім жайлап бұрқылдап қайнап жатыр. Енді майы шығып жатыр. Мінекей бір суаладан үлкендеу қамыр илеп алдым. Арадан кішкене уақытты өткізіп жіберіп жайып алғаннан кейін қайнаған суға қамырымды салып қайнатып алып легенге сүзіп алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлығын кезек қойып шығып қасымда менің үшінші балуан бізге тіркеліп қолдап кетіңіздер деп тұр. Тарелкаларын алып дайындап тұрған жайы бар. Ал біздің түскі асымыз осылай. Бешбармақ. Бүгін балалардың барлығы үйде. Біздің көктемнің алғашқы күндері өте күшті болып тұр. Бізде білесіздер, Жетісайда күн ысып кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай дала жап-жарық, күннің шуағы түсіп тұр терезеден. Мінекей мен бешбармақтың етін легенге салып дайындап алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай көз алдарыңызда істеп жатырмын. Мінекей, ал бізге ас болсын. Бізді көріп отырсаңыздар, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздерден тек қолдау, жылы лебіз тілектеріңізді жазып өтсеңіздер, өте қуанар едім. Ал біздің түскі асымыз осылай. Көріп баға берсеңіздер болады. Ал бізге ас болсын. Мені көріп отқандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар.